Сәлем баршаңызға, құрметті оқырмандар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен осындай жұмсақ, әдемі, осылай тесік болып шығатын ажурный блинчик рецептімен бөлісіп тұрмын. Менімен видеоның соңына дейін көріп, парақшама тіркеліп кетіп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Онда бастадық. Бізге ыдысымызға бұл жерде жарты литр піскен сүт қажет. Ішіне қант саламыз. Сәл суыған сүт болса да болады. Мен негізі ыстық сүт құйдым. Бола береді, фарқы жоқ. 3 штук жұмыртқамыз салып, оны да біркелкі болғанша араластырып аламыз. Жұмыртқа пісіп қалмасын. Жарты чайный ложка сода саламыз, жақсылап араластырамыз. Орнына разрыхитель салсаңыздар да болады. Енді ұн салып, жақсылап комочка болып қалмау керек, жақсылап араластырамыз. Қалған ұнымыз салып, 2 бөлікке бөліп саламыз. Ұнымызды араластырып болған соң сұйық май саламыз, 3 ас қасықтай. Описанияға полный рецепті жазып кетемін. Енді ең соңында қайнаған су саламыз, 500 грамм тағы да. Жақсылап біркелкі болғанша араластырамыз. Біздің блинчигіміздің қамыры почти уже дайын болды. Кішкене тағы да 30 граммдай ұн салып жердім. Міне біздің қамырымыз дайын, блинчигіміздің қамыры. Енді табамызды қыздырып аламыз. Осы кезде біздің қамырымыз осылай болады. Блинчиктің қамыры, сұйықтығы. Қысып тұрған табамызға бір ожаудан құйып, астын жайлау етіп пісіріп аламыз. Қараңыздар, осындай тесік болып, ажурный болып, күшті керемет блинчик болып шығады. Шеттері қызарғаннан соң шетіне кішкене пышақпен көтеріп алып, артына аударып пісіріп аламыз, екі жағын қызартып. Көрдіңіздер ме, осылай күшті болып шығады блинчиктеріміз. Блинчик піскен сайын қатты болып қалмау үшін, жұмсақ, әдемі әрі дәмді болу үшін осылай піскен кезде бетіне сармай жағып тұрсаңыздар болады, өте күшті керемет болады. Біздің блинчиктеріміз дайын, барлығын пісіріп алдым. Бұл жерде 18 штук шықты, 20-21 штук шығарсаңыздар болады негізі. Енді начинкасын өздеріңіз қалауларынша салсаңыздар болады. Мен бұл жерде начинка салған жоқпын. Өздеріңіз еркілеріңізге қарай жасай берсеңіздер де болады. Етпен, творогпен, вареньямен, шоколад салсаңыздар болады. Бәрімен керемет болып шығады. Парақшама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Зұлқұмар. Менің парақшамда тағы да көптеген рецепттер бар, көрсеңіздер болады. Ас болсын.